Қобылғы кесіртке. Өз түсін өзгерте алатын, ерекше қабілетке кесіртке тұқымдасына жататын жануар. Олар көбінесе Африкада, Мадагаскарда, Оңтүстік Азияда, сонымен қатар кейбір түрлері Еуропа мен Таяу Шығыста таралған. Жалпы сипаттамасы. Түсі, қобылғы кесіртке ең басты ерекшелігі терісінің түсін өзгерту қабілеті. Бұл қорғаныс, коммуникация немесе терморегуляция мақсатында жүзеге асады. Түсі олардың көңіл күйіне, орта температурасына, жарыққа немесе қарсыласына байланысты өзгеруі мүмкін. Дене құрылысы, олар ұзын, жіңішке денеге, ұзын құйрыққа және саусақтары тармақталған аяқтарға ие. Олардың көздері әр түрлі бағытта айнала алады. Бұл оларға айналасын толық бақылауға мүмкіндік береді. Өлшемі, түріне байланысты қобылғы кесірткелердің ұзындығы бірнеше сантиметрден 60 смге дейін жетуі мүмкін. Тіршілік ету ортасы. Мекендейтін жері, қобылғы кесірткелер ормандарда, тропикалық жерлерде, бұталар арасында және ағаштарда өмір сүреді. Олар көбінесе биік ағаштарда немесе бұталарда жасырынып жүреді. Тамақтануы. Негізгі азығы, қобылғы кесіртке негізінен жәндіктермен қоректенеді, әсіресе шегіртке, шыбын, ара және басқа ұсақ бунақденелілер. Кейбір ірі түрлері тіпті кішкентай құстарды немесе басқа ұсақ жануарларды аулауы мүмкін. Тілінің ерекшелігі. Олардың ұзын, жабысқақ тілі тамағын тез ұстап алу үшін пайдаланылады мінез-құлқы. Түсін өзгертуі арқылы қобылғы кесіртке өз ортасында жасырынып қалуға, жаулардан қорғануға немесе қарсыласына әсер етуге тырысады. Сондай-ақ бұл қабілет температура реттеу және күйзеліс жағдайын көрсету үшін де қолданылады. Көз қозғалысы, екі көзі тәуелсіз қозғалып, әр түрлі бағытты көруге қабілетті. Бұл оларға қоршаған ортаны толық бақылауға мүмкіндік береді. Көбеюі. Көптеген қобылғы кесірткелер жұмыртқа салады, ал кейбір түрлері тір туып көбейеді. Саны және қорғау. Қобылғы кесірткелердің кейбір түрлері ортаға тәуелді, сондықтан олардың саны азайып бара жатыр. Мекендеу ортасының бұзылуы, әсіресе ормандардың кесілуі және климат өзгерістері бұл жануарлардың популяциясына теріс әсер етеді. Кейбір қобылғы кесіртке түрлері қызыл кітапқа енгізілген және қорғауға алынған. Қобылғы кесірткелердің биологиялық алуан түрлілігі және олардың ерекше қабілеттері жануарлар әлемінің ең таңғажайып көріністерінің бірі болып табылады. Құйрығының ерекшеліктері. Құйрықтың функциясы. Қобылғы кесірткелердің құйрығы ұзын және икемді. Бұл құйрық көбінесе оларды ағаштар мен бұтақтарда бекініп тұруға көмектеседі. Олар құйрықты ағаш бұтақтарын қысып ұстау үшін бір орында тепе-теңдік сақтауға және қозғалу кезінде қолдау ретінде пайдаланады. Құйрықты түсіру қабілеті жоқ. Көптеген басқа кесіртке түрлері қауіп төнген кезде құйрығын тастап кетеді. Бірақ қобылғыларда мұндай қабілет жоқ. Бұл олардың құйрығы ағаштарға өрмелеу және ұстап тұру үшін маңызды болғандықтан мүмкін емес. Көздерінің құрылымы. Тәуелсіз қозғалатын көздер қобылғы кесірткелердің ең ерекшеліктерінің бірі, олардың көздері бір-бірінен тәуелсіз қозғала алады. Бір көзімен алға қараса, екінші көзімен артқа немесе басқа бағытқа қарауы мүмкін. Тілінің жұмыс істеу механизмі. Ұзын және жабысқақ тіл, қобылғы кесірткелердің тілі денесінен 2 есе ұзын болуы мүмкін және ерекше жылдамдықпен қозғалады. Олар жемтігін аулау үшін тілдерін бірнеше миллисекундта шығарып, жәндіктерді жабысқақ ұшымен ұстап алады. Тілдің құрылымы. Тілде бұлшықеттер мен сүйектің ерекше құрылымы бар. Ол тілдің жылдам және дәл қозғалысын қамтамасыз етеді. Қобылғы кесірткелердің түрлері. Жалпы саны. Қазіргі уақытта қобылғы кесірткелердің 200-ге жуық түрі белгілі. Түрлердің алуан түрлілігі, олар әр түрлі ортаға жақсы бейімделген. Мысалы, кейбір түрлері Африка мен Мадагаскардың тропикалық ормандарында мекендесе, басқа түрлері шөлді аймақтарда тіршілік етеді. Мадагаскарда қобылғы кесірткелердің ерекше көп түрлілігі байқалады, және бұл жер қобылғылардың эволюция. Қобылғылардың қызықты фактілері. Ұрғашыларының түстері. Қобылғының аналықтары жүкті болған кезде түстерін ерекше өзгертеді.
Бұл олардың жұптасуға дайын емес екенін көрсету үшін жасалады. Ең кіші құбылғы, ең кіші құбылғы кесіртке Brooke Macquarie деп аталады. Ол Мадагаскарда табылған және ұзындығы 30 мың ғана. Ең үлкен құбылғы түрі Parsons Chameleon. Оның ұзындығы шамамен 60-70 мыңға дейін жетеді. Құбылғы кесірткелер табиғаттағы ең ерекше жаратылыстардың бірі болып саналады. Олардың эволюциялық ерекшеліктері, түстерін өзгерту қабілеті және жәндіктерді аулау үшін ұзын тілдерін қолдануы оларды ерекше әрі таңғажайып тіршілік иесі етеді.